Ғалымдар айда су бар екенін бұрыннан біледі, бірақ оларда оның қалай келгені және қайда екендігі туралы зерттеу жүргізіп жатыр. Қытай ғылым академиясының зерттеушілері жаңа мақаласында ай топырағында жасырынатын шыны моншақтар туралы жазды. Зерттеушілер 2020 жылы Чанъэ 5 миссиясы кезінде қытайлық ровері айдан жинаған тау жыныстарының үлгілерін зерттегеннен кейін осындай қорытындыға келді. Олардың ішінің әрқайсысында 0,2 граммға дейін сұйықтық бар, 32 ұсақ түйіршіктен табылды. Жер серігінде мұндай бөлшектердің миллиардтаған, тіпті триллиондаған данасы болуы мүмкін. Олар консервативті бағалауға бойынша 237,6 миллиард тоннаға дейінгі суды сақтай алады. Бұл бұрын анықталмаған судың жаңа көзі. Ғалымдар кішкентай түйіршіктердің метеориттермен соқтығысудың нәтижесінде пайда болады деп есептейді. Ал жер серігіне метеориттер жиі құлайды. Олар күн желінде сутегі молекулаларын әрекеттескенде үнемі су бөледі дейді зерттеу авторлары. Және бұл өте жылдам процесс. Мұндай шыны моншақтар бірнеше жыл ішінде сұйықтықты жинайды. Осындай қысқа диффузия уақытты күн желісінің әсерінен пайда болатын судың тез жиналуын тудырады. Ай бетіне мұндай сулар шыны моншақтарда сақталуы мүмкін екенін көрсетеді дейді зерттеудің бірлескен авторы Нанкин университетінің ғалымы He Zhihui Hui. 5-тен алынған үлгілерді талдау жалғасуда, сондықтан ғалымдар жақын арада жаңа нәрселердің анықталуын жоққа шығармайды. Бірақ ең бастысы оларда бар деректе басқа жартасты планеталарда судың болуы туралы үміттенуге негіз болады. Айта кетейік, бұған дейін НАСА зерттеушілері София телескопын пайдаланып, айды бақылау кезінде оның күнге бетіне су іздерін анықтаған болатын. Осымен видеомыз аяқталды. Тағы да қызықты ақпараттар туралы YouTube арнамыздан біле аласыздар.